Алда келе жатқан кезектен тыс парламент сайлауы мемлекет үшін шынайы құқықтық, әлеуметтік және демократиялық жағынан тиімді болады. Бүгін елордада Әділет демократиялық партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев осындай пікір білдірді. Сондай аталмыш партия халыққа сайлауалды үндеуін жариялады. Бағдарламамыздың 4 бағытын қамтамасыз етіп, әрқайсысы жаңағы әлеуметтік тұрғыда, білім саласында, одан кейін жаңағы біздің қарттарымыздың жағдайы, еңбекақы жағдайы, осының барлығы 17 қадамға бөліп отыр. Партияның ұстанымы қоғамда әділдік орнату. Еліміздің 2,5 миллион тұрғыны өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етушілер қатарында екен. Мұндай тұлғалар әлеуметтік жеңілдіктердің басым көпшілігіне қолдары жете бермейді. Мысалы, үй сыпырушылар, бала бағушылар, күзетшілер, жеке байлардың сондай да ғой. Не болмаса базарда күндер тәжірибе күнін көріп жүрген, соның барлығы өзін-өзі еңбекпен қамтамасыз ету қатарына қосылған. Соны біз заңдастырамыз. Бүгінге дейін дауыс берушілердің 10%-дан астам даусына ие боламыз деп келген Мақсұт Нәрікбаев енді бұл көрсеткіш 40%-дан кем болмайтындығына сенімді. Біз әділеттікті, лайықты өмірді, реформаны, бірақ дүбірсіз реформаны, шаңырағымызды шайқалтпайтын, есігімізді, қосағымызды берік ұстайтын ғана реформаны қолдаймыз. Ынтымақ Сағынбек, Ерсін Мұхамбеталин, Хабар, Астана.